Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, эфирде Q-Start жобасы. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қызықты, маңызды ақпараттың барлығы бізде. Ал сол ақпаратты тарататын Айнұр Мәулен және де Қосқанат Көпжасар. Қосқанат, білесің бе, биыл ұлы Жамбыл ақынның 180 жылдығы атап өтіліп жатыр. Оның шығармашылығы тек қазақ әдебиеті үшін ғана емес, бүкіл мәдениетіміз үшін де аса маңызды. Айнұр, жалпы Жамбылдың жырлары халқымыздың өмірін, тағдырын, тарихын, батырлық пен елге деген махаббатын көрсетеді. Оның әр сөзі жүрекке жол табатын шынайы сезім. Сонымен қатар Жамбыл шығармалары әрбір ұрпаққа тәрбие беріп, өнеге сіңіріп, ұлттық рухты көтереді. Оның шығармашылығы, поэзиясы бүгінгі күнде де өте өзекті. Жамбыл Жабаев негізінен жыршылық және ақындық өнерді сергеткен және әрбір сөзін өлеңмен өрген ұлы жырау. Ал ақынның мерейтойы бізге оның шығармашылығын қайта оқып, жаңа ұрпаққа жеткізуге үлкен мүмкіндік береді. Әрине. Бізде осы арқылы тарихымызбен, мәдениетімізбен байланысымызды нығайтамыз. Олай болса, қымбатты көрермен, Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығын атап өту арқылы біз ұлттық мұрамызды қадірлейміз. Сондықтан да бүгінгі эфирімізді де сол ақын мұрасына арнамақпыз. Тарихымызды, әдебиетімізді қадірлеу әрбір азаматтың белгісі деген әдемі ұранмен біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Жамбыл Жабаев Қазақстанның ең танымал ақындарының бірі. Ол 1846 жылы 28 ақпанда Жабай есімді көшпенді қазақтың отбасында дүниеге келді. Отбасылық тарих бойынша Жамбылдың анасы Олдан, Жамбылдың атасы Ыстабайдың ауылы шапқыншылықтардан қашып жүрген кезде босанған. Яғни ұлт мақтаншы Жамбыл тауының маңында. Қазіргі Отар станциясының солтүстік шығысында Шу өзенінің жоғары жағында дүниеге келген. Сөйтіп баланы таудың құрметіне орай Жамбыл деп атады. Ол шулы және көңілді тойлар мен көп адамды жиындарда жүрген ұнатты. Бірақ ол бәрінен де көп әндерді, қызықты және көңілді ертегілерді білетін малшылардың, асау тұлпарларды үйрететін жылқышылардың жанында жүргенді жақсы көретін. Сондай-ақ бала Жамбыл шежірешілердің, ру мен тайпалардың шығу тегі, өткен заманның көрнекті тұлғалары туралы әңгімелерін тыңдап өсті. Бірақ Жамбылдың ең жақын ата-бабаларының арасында ақындар да, әншілер де болмаған. Есесіне оның ағасы, Олданның ағайы, қанадан танымал музыкашы және композитор болды. Жамбыл домбыра ойнауды ерте жасынан үйренді. Тіпті кейін оны ақын құрдастарының арасынан ерекшелей бастады. Жамбыл атақты Сүйінбайдың шәкірті болды. Ол көп жыл бойы ұстаздарымен бірге жүріп, оның айтысын тыңдап, ақындық шеберліктің тәжірибесін үйренді. Жамбыл ауыл-ауылдарды өздігімен аралап, ақындық шеберлігін көрсете бастаған уақытта 20 жаста болатын. Жамбыл Жабаевтың нақты қанша өлең шығарғаны туралы бір жолата айтылған сан жоқ, себебі ол суырып салмақын болған. Оның жүздеген толғаулары, жыр дастандары мен өлеңдері жазылып алынып, Жамбыл Жабаев өлеңдері жинағы бар. Оның мұрасы сан алуан тақырыпты қамтиды. Жамбыл өзінің алдындағы аға буын өкілі Сүйінбай ақынды өзіне пір тұтқан, ал Кенен Әзірбаев Жамбыл Жабаевты тәлімгері ретінде таныған. Ақынның екінші дүниежүзілік соғыс жылдары отан қорғау тақырыбына арнап жазған өлеңдері 3000 жолды құрайды. Әсіресе Ленинградтық өренім, Москваға, Майданға хат сынды өлеңдері бар. Жамбыл ақын өмір мен өлім арпалысына түскен кеңес жауынгерлеріне отты жырлары арқылы жігер беруге тырысты. Жамбыл 1945 жылы 22 маусымда Алматы облысының Ұзынағаш елді мекенінде 99 жасында дүниеден өтті. Қазіргі ақпарат бойынша Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығы ресми түрде Қазақстанда кең көлемде атап өтіліп жатыр. Оған салтанатты кештер, концерттер, көрмелер және де мәдени іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Әрине.
Және де бұл шаралар еліміздің бірнеше қаласында өтуде. Дегенмен Жабаевтың мерейтойы дәстүрлі түрде тек елімізде ғана емес, қосқанат шет елдерде де атап өтіледі. Мәселен, Ресейдің Санкт-Петербург қаласында және бірнеше өңірінде қазақтың ұлы ақынның 180 жылдық мерейтойына арналған шаралар өтуде. Және де бүгінгі күні тағы бір ерекше сөз дерегеріне деген құрмет осы Ресейде қатты байқалады. Мысалы, Жамбыл көшелері Ижевск, Волгоград, Иркутск, Кемерово, Курган, Новосибирск, Хабаровск және Красноярск қалаларында да бар екен. Керемет. Жалпы Жамбылдың жырлары басқа елдің тілдеріне аударылуда. Мысалы, түрік, Әзербайжан, жапон, француз, тіпті орыс тіліне де аударылған. Демек, енді ары қарай студиямыздың алғашқы қонағымен жыр албының өнер жолында жалғастыратын уақыт жетті. Сондықтан таныстырып өтейік. Қымбатты көрермен, Сүйінбай Аронұлы атындағы әдеби мемориалды музейінің меңгерушісі Гүлзат Асқарова бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз, Гүлзат ханым. Енді біздің Сүйінбай Аронұлы атындағы музейде Жамбыл Жабаевтың жәдігерлері сақталған ба? Рахмет сұрақтарыңызға. Жалпы Жамбыл тақырыбын қозғаған кезде Сүйінбай есімі қатар жүретіні анық. Мен мына бір өлең жолдарын айта кеткім келіп отыр. Бала Жамбыл Сүйінбайдан бата сұрап келгенде, о Жамбыл, бата дедің, бердім саған, бақытты ғұмырлы боп жүргін аман, батасын ат орнына берді ғой деп, былай шығып қоймағын кінамаған. Соңынан Сүйінбайдың орнын басып тіліңнен балың тамсын сорғалаған, жапаға риза болсын айта барғын, осымен өкпелемей жүрсін аман деген. Осы ақ батасы ақиық ақынның жалпы Жамбыл шығармашылығына алдындағы жанған шамшырақ десем қателеспеймін. Өз кезегінде Жамбыл ақын менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан сыйындай, Сүйінбай деп сөйлесем сөз келеді бұрқырап қара дауыл құйындай деп өзінің ұстазына жырмен шекпен жапты. Бұл ұстазды қадірлеуі ілтипаты деп түсінеміз. Енді осы тұста ғылыми деректерді айта кету керек шығар. 1861 жылдары болу керек. Жамбыл ақын ол кезде 15 жаста деседі. Ол кезде жарапазан айтып, ел алдына шығып жүрген уақыт екен. 13 жасынан бастап қолына домбыра алып бастайды ғой. 15 жасында жарапазан айтуды желеулетіп, Сүйінбай ақынның үйіне өзі барған деседі Жамбыл. Сөйтіп үйінің сыртында тұрып жарапазан айтып, сол жерде тоқтамай сағаттап жырларын төккен ғой. Содан қатты қызығып Сүйінбай ақын үйінен өзі шығып, жаңағы өлең жолдарындағы батаны солай берген екен. Керегеде тұрған шапанды Сүйінбай ақын 46 жаста болса керек. Керегедегі шапанын Жамбылға жапқан дейді, бірақ Жамбыл сол шапанды ұстап отырып Сүйінбай ақыннан бата сұраған екен. Жаңағы мен айтып өткен өлең жолдары сол батаның үзіндісі. Енді сіздердің музейлеріңіздегі Жамбылдың жәдігерлерін айта кетіңізші. Жалпы мен сол өлең жолдарын айтқан себебім, бізде осы Жамбылдың Сүйінбайдан бата алу деген көріністі бейнелейтін арнайы балауыздан жасалған әйнек астындағы диорама бар. Бұл ерекше біздің музейге келушілердің ерекше назарын аударатын бір көрініс деп білемін. Өйткені біз енді жалпы оқушылармен, жас буынмен көп жұмыс жасаймыз. Әсіресе оқушылардың бұған өте қызығушылығы көп. Өйткені ол диаграммада жаңағы Жамбылдың жастық балалық шағы бейнеленіп тұр, Сүйінбайдан бата алып тұрған сәті бейнеленіп тұр. Бұл ақындық өнерге келіп жатқан жастарға үлкен бір сондай жаңа қызығушылық, серпіліс беретін нәрсе деп ойлаймын. Сондай-ақ біздің музейде Жамбылдың шығармашылығын насихаттайтын жыр жинақтары, Сүйінбаймен рухани байланыс орнатқан кезеңдердегі жаңағы баспасөз материалдары бар, фотосуреттер бар. Біз арнайы осы жинақталған құнды материалдардан Жамбыл атамыздың туған күні қарсаңында бір ай бойы экспозиция құрамыз, бұрышын арнап қоямыз және келушілерді осы экспозициямен таныстырып отырамыз. Енді ұрпақтар арасындағы сабақтастығы, мысалы Жамбыл ақын мен Сүйінбай ақынның сабақтастығына, шығармашылық жолдағы ұстаздың рөлі туралы сіз өзіңіздің бір азаматтық ұстаз бен шәкірттің байланысы туралы бір азаматтық пікіріңізді білдірсеңіз.
Жалпы енді Жамбыл ауданы бұл ақындар мен батырлар елі дейді. Бұл жерде жаңағыдай жырдың қосалбы Жамбыл, Сүйінбай, Жамбыл, Үмбетәлі сынды ақындар айтыстың алтын игілігіне айналған алыптар дүниеге келген. Сол алыптарымыздың жаңағы бірінен бірі ұстаз шәкірт ретінде қалыптасқан жаңағы айтыс өнері дәстүрлі түрде біздің өңірге тән деп айта алсам болады. Және де қазір біздің мына жас буын өкілдері, жас айтыскерлер ортамыздан енді көп шығып жатыр ғой. Осы көбіне Сүйінбай Жамбылдың мақамдарына салып жаңағы өлеңдерін терме, жыр, жаңағы сондай нәрселерді жаттап, үйреніп, соны ары қарай насихаттауға үлес қосып келатқаны бұл сол кісілердің ізбасарлары деп айтар едім. Жалпы енді ұстазы Сүйінбай Жамбылға үлкен енді бір шамшырақ дедім ғой, жаңа өлең жолындағы үлкен шамшырағы болған деп айта аламын. Өйткені осы ақындықтың Жетісу өңіріндегі айтыс өнерінің алтын діңгегі Сүйінбай Аронұлы деп Мұхтар Әуезов баға берген. Осы тұрғыда алғанда енді ұстаз бен шәкірт арасындағы байланыс сол жіпсіз байланыс деп ойлаймын. Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығына арналған сіздердің музейлеріңіздегі шаралар жайлы айта кетіңізші. Біз енді Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығы деп айтып отырмыз. Былтыр Сүйінбай ақынның 210 жылдығы болды. Біз осы екі тақырыпты байланыстыра отырып, үлкен конференция өткіздік. Ақын оқуларын өткізіп жатырмыз мектеп оқушылары арасында. Бұл сол рухани мұраларымыздың жаңағы жас ұрпақтың бойына жоғары деңгейде сіңуіне көмектесетін өте бір сондай маңызды шара деп ойлаймыз. Ендігі соңғы сұрағымыз өзі музейдің жаңару, жәдігерлерін толықтыру, жалпы ғылыми жұмыстары бойынша қандай бір жаңа жобаларыңыз бар? Жаңа жоспарларыңыз бар болашақта? Алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз, иә, алдағы жоспарларымыз біздің сол негізгі мақсатымыздың ең негізгісі сол музейдің жаңағы мұраларын сақтау, қорғау, болашақ ұрпаққа жеткізу болып саналады. Бірақ сол жұмыстарды жүргізе жүріп, біз тәжірибеде жинақтауымыз керек. Мен қазір ойлаймын, болашақта осы музей мамандарын шетелдерде тәжірибе алмасуға көбірек жіберсе деген біздің үлкен бір ұсынысымыз бар. Біз оны жоспарларымызға да жылда енгізіп отырамыз. Мысалы енді әртүрлі шетелдік жаңағы музейлермен тәжірибе алмасып, тұлғалық музейлер бар, өлкетану жалпы музейлер көп қой енді жан-жақта. Сондай музейлерге шетелдерге шығып тәжірибе алмасу жаңағы жұмыстарына жақсы бір ден қойылса деген бір арманымыз бар. Арманыңызға жаңа мүмкіндіктер алып келеді, музейге жаңа технологиялар алып келеді. Елімізде даму үстінде, барлық салада бізде ілгерілеу бар, сондықтан да музей саласында да осындай бір жарқын жаңалық болады деп сенеміз. Әрине, біз де сенеміз. Енді көрерменге сөздің соңында айтарыңыз болса, мархабат. Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығымен құттықтап өтсеңіз, ана жылғы Сүйінбай Аронұлының 210 жылдығымен құттықтап өтсеңіз де болады. Рахмет. Құрметті жерлестер, қазақстандықтар, жалпы биыл Жамбыл ақынның 180 жылдығы, осы мерейлі жылмен мен барша қазақ елін, барша жерлестерімізді шын жүректен құттықтаймын. Ақындар мен батырлар елінде туып, бүкіл Алаштың үлкен бір тұлғасына айналған Жамбыл бабамыздың рухы барша азаматтарымызды, барша халықты қолдай берсін дегім келеді. Ұлы тұлғалардың шығармашылығын насихаттап, халыққа үлгі етіп жүрген сіздерге де біз шығармашылық шабыт тілейміз. Музейлеріңіз жасай берсін. Рахмет көп. Құрметті достар, бізде қонақта болған Сүйінбай Аронұлы әдеби мемориалдық музейінің меңгерушісі Гүлзат Асқарова қонақта болды. Жыр алыбы Жамбылдың 180 жылдық мерейтойы біздің Киевстарт бағдарламасында, арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлем достар, Киевстарт ұйымдастырған арнайы байқау үшін Алматы облысына келдік. Биыл қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өнер сөздің дүлдүлі, жырау жыршы Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл. Осыған орай біз бүгін ақынның ауылындамыз. Жамбыл ауданы, Жамбыл ауылы, Жамбыл көшесі нөмір 1. Менің артымда тұрған 12 бөлмелі үйде жыр алыбы өмірінің соңғы 7 жылын өткізген. Бүгінде ол мұражай. Ақын бұл үйде 1938-1945 жылдар аралығында тұрған. 1938 жылы ақындық шығармашылығын 75 жылдығы тойланған кезде өкімет тарапынан ол кісіге осындай еңсесі биік, зәулім 12 бөлмелік үй мен автокөлік сыйға тартылған.
Үйге келетін болсақ, үй 12 бөлмеден тұрады. 12 бөлменің 5 бөлмесі ескерткіш бөлмелер. Мұндағы дүние мүлік, жиһаз, ыдыс-аяқ, жеке заттар ақынның көз тірісінде қандай болса, сол күйінде сақталған. Мына тұрған картина Жамбыл колхозшылары арасында деп аталады. Бұл картинаны 1944 жылы Мәскеудің атақты суретшісі Александр Александрович Ритих ақынға сыйға тартқан. Бұл түп нұсқасы. Ал бұл ақынның жатын бөлмесі. Мұнда түрлі тарихи экспонаттар бар. Мәселен, мына қабырғада ілулі тұрған сағатта 7:55-ті көрсетіп тұр. Бұл жыр албының өмірден озған уақыты. Атаның өзінің киген сусар бөрігі, мына домбырасы, енді өмірлік серігінің домбырасы күні бүгінге дейін 3 домбыра сақталған. Үшеуінің екеуі біздің музейде, біреуі Алматы қаласындағы Ықылас атындағы ұлт аспаптар музейінде тұр. Мына домбыраны ақынға 1936 жылы Каспийдің студенттері сыйға тартқан. Мына тұрған ақынның былғарда жасалған мәсісі мен кебісі, дәрет алатын құмған легені, алдарыңызда тұрған таяқты Жамбыл ата 1937 жылы Грузияға барған әдеби хатшысы Тайыр Жароков сыйға тартқан. Бұл бөлме ақынның жұмыс кабинеті. Енді ол кісі арабша азмаз білгенменен жалпы оқып жаза алмаған екен. Сол себептен де шығармаларын қағаз бетіне түсіріп тұру үшін бұл кісіге үкімет тарапынан арнайы хатшылар, әдеби хатшылар тағайындалған. Әбділда Тәжібаев, Ғали Орманов, Тайыр Жароков, Қалмақан Абдықадыров, Қасым Тоғзақов сияқты кісілер атаның шығармаларын осы бөлмеде қағаз бетіне түсіріп отырған. Бұл 1938 жылы ақынның шығармашылығының 75 жылдық мерейтойына орай сыйланған көлік. М1МК маркалы Москвич көлігінің алғашқы шығарылымы сол кезде Қазақстанда 6 адамда ғана болған. Соның бірі Жамбыл ақынның осы көлігі. Бүгінде бұл көлік толық жүріп тұр, мұражайдың құнды экспонаттарының бірі. Енді бұны жай ғана музей деп айтуға болмайды, себебі бұл бір қасиетті мекен десек те болады. Себебі Жамбыл ата қайтыс боларының алдындағы соңғы тілегі мені үйімнің артындағы алмабаққа жерлеңдер деп сұраған екен. Сол өзінің сұрауы бойынша ақынды үйінің артына жерлеген. Қазір біздің музейіміздің аумағында ақынның жатқан бейіті бар. Енді зиярат жасап келіп, Құран бағыштайтын адамдардың легі өте көп. Қасында Нұрғыса Тілендиев те жатыр. Ол кісінің де қайтыс боларының алдында жаңағы маған Жамбыл атаның қасынан топырақ бұйырса екен деп сұраған екен. Ол кісінің де сол сұрауы бойынша осы жерге жерлеген. Ақынның мұражай үйі келушілер үшін күн сайын ашық. Мұнда келген әрбір жан өткеннің ізімен жүріп, тарихпен сусындап, мол тағылым ала алады. Әбдірахман Қайрат, Еламан Қайназар, арнайы Кюстарт байқауы үшін. Ой-хой, дүние серуен, адам бір көшкен керуен. Дүниені қызық қалдырып, асамыз өмір белінен. Қымбатты көрермен, осы тұста мен сіздерге өлеңді қалай тез жаттап, есте сақтау қабілетін жақсартуға болатын жайында біраз кеңес бере кетейін. Себебі өлең жаттау ол есте сақтау қабілетін арттырып қана қоймайды, мидың белсенділігін күшейтеді және сөздік қорымызды байытады, сөйлеу мәдениетімізді қалыптастырады. Сондықтан бүгінгі сіздерге берілген кеңестер артықтық етпейді деп ойлаймын. Сонымен өлеңді тез жаттаудың алғашқы тәсілі. Психологтар адам ақпаратты оқығаннан гөрі есте сақтау арқылы жылдамырақ жадына түйетінін айтады. Олай болса өлеңді жаңағыдай дауыстап оқу керек. Бірнеше рет оқып шығыңыз, мысалы 5 рет жылдам, 5 рет асықпай, 5 рет тағы да өзіңіздің темпіңізбен оқысаңыз, сосын барып өлеңнің мағынасын, сюжетін білу маңызды. Не туралы, кім туралы, ол өлеңде не суреттеледі, автор өлеңде нені айтқысы келді, осының бәрін оқып шыққаннан кейін тағы бір жаңағы темппен бір оқып шықсаңыз, өлең тез жатталады. Одан кейін қағазға қарамай айтып көрсеңіз болады. Одан кейінгі екінші әдісті айта кетейік. Есте сақтаудың тағы бір әдісі қайталап жазу. Кейбір адамдарда механикалық есте сақтау қабілеті өте жақсы болады. Сондықтан бұл әдіс өте дамыған. Бірнеше рет мысалы дауыстап оқыған немесе тыңдаған қарағанда қайталап жазған өте тиімді. Өлеңнің әр жолын оқи отырып, оны жазасыз, бір қатарды жаңағы оқисыз, оны жадыңызға түйесіз, одан кейін екінші қатарын осылай 7, 8, 9 ретке дейін қайталап жазып шығуға болады. Одан кейін өлеңді жаттау
4-5 есеге жылдамдайды дейді мамандар. Сонымен қатар бір орында отырып немесе жатып емес бөлмеде ары-бері қозғалып жүріп оқыған дұрыс десек, бұл да жаңағы механикалық есте сақтау қабілетін жылдамдата түседі. Одан кейінгі әдіс визуализация, яғни өлеңнің сюжетін көз алдыңызға елестетесіз. Отырып есте сақтау, мысалы ыңғайлы қалыпта отырыңыз, өлеңнің бір-екі қатарын, алғашқы қатарын дауыстап оқыңыз, одан кейін көзіңізді жұмып алып, ондағы оқиғаларды көз алдыңызға елестетіңіз. Кәдімгідей сурет болып көз алдыңызға елестейді. Одан кейін өлеңді қайталап оқыған кезде кәдімгідей сізге жатталып қалғаны байқалады. Сонымен келесі әдіс диктофондағы өз даусыңыз немесе әлдекімнің оқығанын тыңдаған соң тағы да бір рет қағазға қарамай қайталап көріңіз. Бір рет дауыстап оқып, бір рет диктофонмен оқып, қайтадан бір рет дауыстап, қайтадан диктофонмен, диктофондағы жаңағы жазылған өлеңді тыңдасаңыз, бұл да психологтардың айтуы бойынша есте сақтау қабілетін арттыратын тәсілдердің бірі, және оны ұйқыға жатар алдында немесе ұйқыдан енді тұрған соң қайталасаңыз, ол да миға тез сіңеді. Сондықтан қымбатты көрермен, енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні өлеңді кез келген жаста жаттап алуға болады. Белгілі орыс ақыны Иосиф Бородской әрбір жаттаған өлеңді ол өзіңдікі деп санауға болады деген екен. Сондықтан сіз әрбір өлең жаттаған сайын оны өзіңіздің төл туындыңыз секілді қабылдайсыз. Өлең оқыңыздар, жаттаңыздар, ойға түйіңіздер және осы әдістерді қолданып көріңіздер. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Құрметті достар, жыр алыбы Жамбылдың 180 жылдық мерейтойы біздің Q-Start бағдарламасының бүгінгі басты тақырыбы. Студиямызға тағы да бір өте мәртебелі мейманымыз, қонағымыз келіп қалды. Өзің таныстырып, сұхбатты бастасақ. Таныстырып өтейін, қымбатты көрермен, Жамбыл танушы, жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нағашбек Қапалбекұлы бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз аға. Нағашбек аға, қош келдіңіз. Ата деп айтпа дедіңіз. Аға деп айта берейін. Енді Жамбыл тану мәселесіне қалай келдіңіз осы жолға? Мен енді сол Жамбыл мәңгілік жырларын шығарған, Жамбылдың музейі мен мавзолейі тұрған сол ауылда туып өстім. Мына титтайымнан осы еш жылға жиғалы менің құлағымнан естіп сүйегіме сіңді Жамбыл атам. Жамбыл атаны пірімдей көремін, қасиетінен алайын. Өйткені біздің елде Жамбыл атаны тәте дейді, тәте. Бұл кісі бізге абыз ақсақал күнінде ғой, сақалы көңгі. Сондай сіңген қасиеттенеді. Енді бірде осы 8-9 жасым ғой деймін. Түс көріппін. Түсімде Жамбыл атаға қолына су құйып жүр екем, бақытты бол балам деп бетімен сипап, арқамнан қағып. Ертеңгісін шешем айттым. Осылай деп айтып едім, ой, бұл жақсы екен деп. Мен жетектеген күйі 100-ге келген шешесі бар еді, әже дейміз ғой. Сол кісі ертіп апарды. Ол кісі бүкіш кемпір еді бұлай. Ой, бұл өте жақсы екен деп, ауылда 107-ге келген Мекебай деген ақсақал бар. Қасиетті жолда тасты бұлай жинап, анау-мынау қылып жүреді. Жақсылық жасап жүреді. Емшілік қасиеті бар. Соған апарды. Шешем мен әжем. Сөйтіп еді ол кісі, ой, бұл өте жақсы қарағым деп, Құран оқып, арқамнан сипап, басынан сипап, титтай 7 тас берді. Шешем айтты осыны. Мына қандай киім кисе, мына жүрек жағына тігіп беріп жүр деді. Мына атаң әруағы болды. Сонда әскерге бардым. Тігіп жүрді. Интеракты оқыдым бұлғи. Әскерге барған кезде ол қарамайды, киімді лақтырып жүр. Содан жоғалтып алдым жаңағы. Тұмар ғой, тұмар. Біз бала кезімізде Жамбыл атаны көрген, естіген, замандас болған қариялар, әжелер көрдік. Мен өзі титтайымнан үлкен ақсақалдарды, үлкен кісілерді сүйемелдеп қасына барып әңгімелескен жақсы көрем. Біреу әңгіме білсе, соның қасына барып. Соларда мына Жамбыл атаның өзі қандай болды өмірде. Мен енді Жамбыл ата кеткеннен кейін, бұл дүниеде бір 5 жылдан кейін туған төлмін ғой. 6 жылдан кейін дүниеге келдіңіз. Соларды естіп өстім титтайымнан. Соныңға кейінірек мен енді жазып ала бастадым. Біреуден бір әңгімелер естім, жазып ала. Менде қазір 300-ге жуық блокнот бар.
не бар Жамбыл ата жөнінде, Сүйінбай ата жөнінде, басқа осы ел мен жер, ескі әңгімелер бәрін жинап жазып жүрдім. жүресіз. Енді Әлі сіздің күнге балалық шағыңызды айттық. Жамбыл Жабаевтың Иә. жас кезін, бүлдіршін шағын, және де ақындыққа келу жолын айтайықшы. Ал енді Жамбыл атам бұл негізінде Жамбылдың әкесі Жапа ауқатты болған, енді бірақ ана Совет өкіметі кезінде кедей таптан шыққан деген әңгіме болды ғой. Негізінде ауқатты Сұраншы батырдың 100-дігін басқарған, 100-дік деген 100 сарбазды басқарған атақты батыр тұлғалы нар кісі екен, ауқатты болған. Сол малға ие болды дейді екен. Бұл кісі мал емес, жағы домбыра, қай жерде ән жыр бар, ас бар, сояққа кетіп қалады екен. Содан әкесі сен неге өйтесің деп 9-10 жастан бастап жағы жарапазаншы болып ана тойларда, астарда өлең айтып жүрген, ән айтып жүрген. 9-10 жастан бастап бала кезінен. Кейін жыршы бала атанған, жағы естіген жырларын, айтыстарын айтып жүрген. Жаттап. Содан өзді өлең шығарып сөйте бастапты. Анда мында айтып, анда. Содан Сарыбай би деген ағасы айтты, сен қарағым батал. Баталғанда жай адамнан алмайды, қыдыр қонған, қызыр шалған адамнан алады деп. Сүйінбай ақынға баталған. Жол көрсетеді. Иә. Қазір деймін да, Сүйінбай ақыннан. ол кезде 13 жасында болды. Иә, 13 жасында. Ал енді сол баталғаннан кейін бұл кісі басқа қалыпқа келеді. 14 жасында, бір жылдан кейін, бұл кісі ақындықтың енді ту тіккен жері, жалпы жырдың мекені қасиетті мына оңтүстікке барам деп сояққа кетеді ғой. Жас бала ғой. Қасына бір адамды ертіп береді. Қазіргі сол 15-13 жастағы баланы салыстыруға келмейді. Оңтүстікке, ана Қызылордаға, Өзбекстанға барады. Сол жерде Құлыншақ, Майлықожа, атақты жыршылар, термешілер, ақындар, соларда 2 жылдай жүріп қайтады. 2 жылдай. Сояқтағы бүкіл. Содан қайтып келгенде ел Жамбыл танымай қапты. Кешегі кеткен бала Жамбыл, бұяқтан келгенде толық ақын болып қайтқан ғой. Ер жетіп келген ғой. Жыршы, Дана Жамбыл болды. жырау. Манастан бастап, Көріғұлы бәрін айтады, керемет. Айтыс қасса да айтысты айтады, қыз бен жігітке де басса, содан ақын болып қайтқан. Бүкіл жаңағы шығыстық епістарды, дастандарды, діни дастандарды бәрін 2 жылдың ішінде сіңіріп жатта болған. Бұл кісінің мына жады дейді ғой, мына зердесі өте қабілетті болған. Бір естіген жырды, дастанды қағып қайтадан айтып беретін болған. Кейде қосып жүреді екен. Мысалы, Сұраншы батыр өтеген бар жырларын өзі қайталап айтыңызшы дегенде қосып түрлендіріп 10 шақты вариантпен, 10 шақты нұсқамен айта береді. Әр айтқан сайын қосып, басқаша қылып, өз жанынан қосып. Бұл енді керемет феномен ғой. Сондай үлкен епістік жыршы жырау дәрежесіне көтерілген ғой, жігіт кезінде. Содан бұл кісі айтысқа қатысады, алдас қыз бен жігіттер айтысына, еш уақытта ешкімнен жеңілмеген өмір бойы айтыс ретінде. Өмір бойы жауырына жерге тимеген балуан сияқты, айтыстың туын тіккен адам. Енді айтыс өнерінің алтын діңгегі осы Жетісу ғой негізінде. Осы Жетісуда сол ешқай уақытта айтыста жеңілмеген. Енді ол кісінің жаңағы сол айтыс өнерінің бәрі ауызша әдеби нұсқа ретінде сақталды, кейін хатқа жаңағы қағазға түсе бастады ол кісінің шығармалары. Екеуінің арасында қандай да бір айырмашылықтар бар ма? Және ол кісінің ауызша әдебиеті хатқа түсіп үлгерді ма? Енді әттеген ай дейміз. Мысалы, Жамбылдың анау 35 жасында Дүлдүл ақын, Бұлбұл ақын, 9 ақынды жеңіп пар таппай жаңағы ақын бар ма осындай, кім бар деп отырған Құлманбетпен айтысады ғой. Құлманбетті сол жол жеңеді. Содан кейін бүкіл қазақ қырғызда 35 жасында бас ақын атанады. Жамбыл. Бас ақын. Қырғыз қазақта шаппай бәйге береді. Айтыста бәрін жеңіп отырған. Ал енді сол айтыстары, өлеңдері, соның бәрін кейін жаңағы
негізінде халық ақындары үмбеталы кәрібаев, кенен әзірбаев, әбдіғали сариев, өмірзақ қаңтарбаев секілді халық ақындары. Сонан кейін кейінгі мына 36 жылдан кейін бұл кісіге 90 жасқа келді ғой. Жаңа хатшылар бекітіп берді. Сол кісілердің жазғанын. Бірақ мен енді жаңағы салыстырып қарасам, әрқайсысында әртүрлі. Толық емес, біреуінде бар, біреуінде жоқ, біреуінде бар, біреуінде жоқ. Содан кейін көбісі редакцияланған. Жаңағы советтік идеологияға қарай өзгертілген. Кейбіреу қысқартып тастаған, кейбіреу неғылған. Шіркін-ай дейсің, жаңағы 40-тағы жамбыл, 50-дегі жамбыл, 60-тағы жаңағы толысқан жамбыл қандай еді? 90-дағы келіп жазып алған 90. Соны айтады ғой көбінесе. Қандай? Бұл кісі 90 жастан жаңағы 36 жылдан 45 жылға хатшылар келгенде 9 жылдың ішінде 10 мың жол өлең қалдырған. 10 мың жол. Оған дейін қаншама жол? Ал оған шейін осы Көлдәрия айтқан ғой, өгісі бір көрді ме міне? 10 адам ба, 10 адамға арнап айтып шығады. Түрін беріп шығады. Таңды таңға айтады әнені. Енді оны жаңағы бар ғой, Мұхтар Әуезовтің естеліктері бар ғой өзі. Ана Мәскеуге Сталинге хат жазып, хатшылары жазып бер деп, сояқтан ана Соболевті жіберіп, сонда жаңағы 3 күн қашында болғанда, жаңағы аударып тұрған, сонда жаңағы бәрі жырмен айтады. Галюшин киімай жатса да, басқа да болса, мынандай не айтты дейді, мынандай өлең айтты, мынандай өлең айтты деп таң қалады ғой міне. Содан Соболев бұл қазақтың 20 ғасырдағы Гомері екен деп кетеді емес пе? Гомері деп. Бұл енді Гомері дегенді 36 жылы Мәскеуге декада. 10 күндік декадасы болады. Қазақстанның 10 күндігі ғой, өнері мен әдебиетінің бірінші рет сондай бүкіл қазақ өнері мен мәдениетінің қаймақтарын алып барады. Жамбыл атаны алып барады ғой. Қалай деп осылай не қылып, біреулер айтады, кәртайып қалды, біреулер айтады, жоқ, дұрыс деп. Алдында енді басқа адамды дайындаған бір-екі адам. Бірақ олар бір жағдайға байланысты бір ақындар болмай қалды. Олардың нелері. Содан мына кісіні дайындап, осы жақтан барып, ана Мәскеуде политбюро, Сталин бастаған политбюромен кездесу өткізу керек. Декаданың алдында. 10 күндік қой. Соңын жағы Қазақстанның басшылары бәрі бірінші Сталин ар жақтан келгенде бірінші Жамбыл атам сәлем беру керек екен. Георгиевский деген алтын зал бар, баяғы патшалардың залы ғой. Ана қақпасының өзі 5 метр. Бір кезде жаңағы Сталиндер кешіге бастайды Сталині. Бәрі күтіп тұрып, бір кездегі қақпа ашылып, алтын қақпа. Ар жақтан Сталин бастаған политбюро мүшелері кіреді, басшылар. СССР ғой енді. Жамбыл атам сәлем беру керек қой. Bir қараса Жамбыл ата жоқ, анандай бұрышта шапанын шешіп тастап, белбеуіне үстіне қойып, намаз оқып отыр дейді. Бәрі тұрағап, тілін жұтып қойғандай бәрі сасып Қазақстанның басшылары. Не болды екен деп, не болар екен деп бәрі. Жамбыл атам асықпай тұрып, бітіріп, шапанын киіп, белбеуін байлап. Ассалаумағалейкум істеке деген ғой. Сонда Сталин жаңағы қорқорын мұна тырнағына бүйтіп ұрып, әр ұлт өзінің дінін қадірлеу керек деген. Бұл кісі семинарияны бітірген ғой, діни семинарияны бітірген. Жалпы ол адамдар Шыңғысхан мысалы дінді қадірлеген. Қай жерде Будда болса да, жаңағы христиан болса, сол сияқты Сталин де қадірлеген. Сонда Сталиннің енді қысқартып айтайын. Сол кезде айтқан, ал енді деп айтшы дейді, өлең айтшы. Сталин деп айтқан ғой бірінші. Сен айт жоқ, сен Лениннен баста де. Ленинді айтқан сөйлеген жақсы. Екі жағында екі аудармаш. Онда біз мына туысқан елміз ғой. Сол туысқандығымыз арқасында осындай алып елді ұстап тұрмыз. Соны айтшы дегенде соны айтқан ғой. Әрқайсында бір жыр. Жаңағы керемет толғап, домбырасы қасында. Сонда айтыпты ғой, міне,
бұл гомер 20 ғасырдың гомері деп риза бол. Жалпы жаңа бастадық қой біз 20 жылдан, ал сол 20 жылға дейін, Қазан революциясына дейін Жамбыл ақын қандай ақын еді? Ал енді Жамбыл қазір кейбіреулер айтады, Совет өкіметі кезіндегі Сарай ақын секілді айтады. Советті жырлаған, осындай деген бір жаңсақ пікір бар. Бұл мүлде дұрыс емес. Мынау Жамбыл, жаңа айттым ғой, 35 жасынан кейін қазақ даласында қырғыз қазақтың бас ақыны болған. Мысалы, осы жерде 1912 жылы Романовтардың таққа отырғанына 300 жыл болғанына үлкен верный ғой бұрынғы. Үлкен жиын болған. Сонда барлық ақындарды жинап өлең айтты, ана мынау деген ғой. Сонда Жамбыл Өстепке деген, Өстепке ғой, көрме. Сондай атақты тақырыбын енді кейін қоя салған ғой, негізі Өстепке емес, жол патшаның жандармдарына, патшаның осындай егестігі қысымы жөнінде өлеңді керемет дүрілдеткен ғой. Сол бір кезде отырған орнынан алып абақтыға жабады, апарып сен жамандадың деп. Басшылық жамандадың деп. Генерал губернаторы бар, оның жандай шаптары бар, тілмаштары бар. Содан ақындар көтеріп, ел көтеріліп, бір күннен кейін босатады. Ал екінші 1913 жылы мына Қырғызда Шудың бойында Шабден Манаптың асы болады, атақты Манаптың. Сонда бүкіл қазақ, қырғыз, өзбек, игі жақсылары, ақындары жиналып, айтысатын Жамбылға пар табылмайды бәрі. Жәкеңмен айтыспаймыз деп. Бас ақын. Сонда бас бәйгені шаппай береді, бас бәйге соғысынға, онан кейін күн деп. Кенен алғаш рет сол жерге барып өнер көрсетеді. Жаңағы. Ал енді 1916 жылы халық толқып, жаңағы июнь жарлығында әскер аламыз деген кезде. Мына Үшқоңырда Бекболат Әшекеевтің көтерілісі болады ғой. Сонда Жамбыл атам кәдімгі елді аралап, жаршы болып, өлең айтып, халықты соған жинайды. Бұл жолда кейін Бекболат Әшекеев 9 адаммен мына Боралдайда дарғасады, Жамбыл атамды іздестіреді. Жамбыл атам бірақ қырғыз асып кетеді ол кезде. Қырғыз асып тірі қалды. Жамбыл атамыздың өзі шабыттанған кезде бір қызыл жолбарысы бар болады деді ғой, сол кейс туралы не айтасыз? Енді бұл аңызда атақты адамдардың өте арқасы болған. Арқасы, пірі, киесі, қасиеті бір болады. Мысалы, Шыңғыс ханда жаңағы ақ бұлт дейді, бұлтты бесте жүріп отырса, кімде Абылай ханда қызыл түлкі, Кемпірбайда көкала үйрек, сол сияқты әркімде бір қасиетті болады ғой. Сол Жамбыл атада қызыл шұбар жолбарыс. Бұл Есім ханнан Қарасай батырға, Қарасай батырдан Төле биге, мына 300-дің түбі би болды ғой. Одан Сұраншы батырға, одан Сарыбай биге, одан Жамбылға қонған. Жамбылдан Нұрғиса Тілендиевке қонған дегенде әңгімелер бар ел ішінде. Ана қайтыс болар кезде айтты. Енді мен бұл дүниеден озатын шығарым. Негізінде Жамбыл атам соғысты біткенін көріп, елдің алдында өлең айтып, керемет. Содан кейін бірақ жас келген жатық болады ғой енді. Екі баласы бірдей соғыста қайтыс болды. Содан құлағы естімей, көзі көрмей жатық қап, әні мені деп күтіп отырғанда, бір күндей түнде тәтем шақырып жатыр деп туысқандарын бәрін неғып таң атып келеді. Қараса киіз үйде былай жастыққа сүйеніп отыр деп, аппақ киім киіп алған. Көріп, келдіңдер ме бәрің, бәленше, түгенше. Бүгін таңертең босағамнан қызыл шұбар жолбарысым шығып баратыр. Сол Тілендінің баласының қолын жалап тұр, қарасам. Соған түбі қонады. Деп сөйтті. Ал енді мен бұл дүниелік емеспін. О дүниелік болам, мені осы
бағымның ішіне қойыңдар. Сендердің арасың бағың болып осы жерде күзетіп жатайын. Мен ешкімнен ештеңе қарыз емеспін. Бәрін өлең жырымның айтқан екі ауыз өлеңнің арқасында алдым аларымды. Бірақ бәлен күні ана Боранбай деген кісіден бір семіз, осыдан 3 жыл бұрын семіз ісек алып сойып едім. Соған 4 қой қылып апарып беріңдер. Одан бері төл дейді ғой, төлімен. Басқа ешкімге қарыз емеспін. Ал енді мені деп жаңағы өзінің шығаруын айтады. Мені қазақи шығарыңдар. Ана Қарғалының мешітінің Әбдіқадыр деген имамы шығарсын. Қазақи деп не қылып, соған бет жастыққа қисайып кетті. Мен мазаламаңдар жақсы деп. Сонда Қызыл Шұбар жолбарысы жаңағы мен кетіп баратыр, мен бұл дүниеге Кілең дәулетіне барып қонды дейді ғой. Көрдік, мына елдің бәрі ана отырған ағайын туғандарының бәрі естіп өзінен тараған. Жады соншалықты мықты болған, аға, 100-ге келсе де, ол кісінің жаңағы жады кетпеген, есте сақтау қабілеті сол бойы қалған. Бұл енді мынау жырдың, шығармашылықтың әсері де болуы мүмкін, Енді мынау мен енді жаңа айттым ғой, қарияларды көрдім. Қариялар көргі Жамбыл Атаның. Сонда дейді, күнде түнде шаршамайды дейді ғой. Мысалы ана Көреғұлы дастанын 15 күн айтқан кезінде. Енді 97 жасында атқа мініп жүрді емес пе ол кісі? Апталап мысалы кезінде. Соны бір түн бойы айтады дейді. Кешке жақын бастайды. Сол түні бойы айтады, шаршамайды. Адам күш береді. Осындай нәрсені мен ана немересі Әлімқұл Жамбыловтан да көрдім. Ол кісі де шаршамайды. Айтқан сайын бүйтіп құштарланып. Ол Алғадайдан тараған ұрпақ баға? Жоқ, бұл кім Жамбылдың ағасы Тоққұлы дегеннен тараған. Алғадайдан да ұрпақ тарады деседі. Қуаныш деген бала бар. Қуаныш, сен етейін жұбаныш, Алғадайым өлгелі боп кеттім ғой жылағыш деп. Қуаныш әлдейлеп айтқаны ғой енді, артыңда айтып ұрпақ бар деп. Нағашыбек аға, енді өзіңіз осы Жамбыл тану жолындағы жұмыстарыңызды айтып өтсеңізші. Біздің халық білсін, көрермендері көрсін. Ерекше жаңағыдай ешкім білмеген бір деректерді кездестірген кездеріңіз болды ма осы Жамбылды зерттеу барысында? Енді әйтеуір мен енді Жамбыл жөнінде Бала Жамбыл деген повесть жаздым. 2 пьеса жаздым. Жылда Жамбыл Атаның туған күніне мақала жазып жариялаймын. Басқа да. Ал енді мына 5 жыл бұрын Жамбылдың 40 томын шығардым. Жамбыл Атаның 40 том шығармалар жинағын шығарып, осы барлығын жинап жүрмін ғой, бұрыннан білем. Бірақ солардың бәрін реттеп, оның 30 томын Алматы облысы шығарып берді, 10 томын Мәдениет және ақпарат министрлігі шығарды, 40 том шығарып бердім. Деп Жамбыл Атаның несіне. Ал былтыр Сүйінбай Атаның 10 томын шығардым. 10 томдығын құрастырып шығардым. Казгудың ғалымдары көмектесті. Мұны шығаруға Казгудың ректоры Жансейіт Түймебаев тікелей қамқорлық жасап шығарып берді. Бірақ осының бәрін ұйымдастырып шығардым. Көп еңбек. Басқа да енді бір жерде әйтеуір Жамбыл жөнінде дерек бар әлемде, басқа жақта десе, мен жинап жүремін. Өйткені көп деректер Ресейдің мұрағатында, солардың ғалымдары да зерттеді емес пе? Ресейде ана бір жігітке тапсырма бердім. Сол мұна кім Қанат Алтынбеков деген қазір ұлттық кітапхананың ғылыми хатшысы. Сол Өзбекстан, Қырғызстан архивтеріндегі, мұрағаттарындағы, кітапханаларындағы материалдарды негіздеп кітап жазып жатыр. Кітап жазып. Биыл Құдай қаласа шығарамыз осы. Енді аға биыл 180 жылдығы, оған байланысты өткізіп жатқан шаралар. Мынау осы жерде Жамбыл 99 жасында 100-ге жетпей қайтыс болды 1945 жылы. Ал енді келесі жылы асы әрі 100 жылдығы деп ана басына күмбез тұрғызып, Қазақстан басшылары барып асын берді, 100 жылдығын өткізді. Оған жаңағы Мұхтар Әуезов сол жерде баяндама жасады.
қазір кітаптарда жоқ, атақты баяндамасы. Иә. Иә. Халық ақындары 3 күн бойы өнер көрсетті осы атақты ақындар сол кездегі. 100 жыл. Одан кейін 125 жылдығы мен өзім көрдім. Жамбылдың музейінің алдындағы алаңға сахна қойылып, сол жерге Қонаев бастаған Қазақстанның басшылары келіп тұтас. Сонан кейін Марков СССР жазушылар одағының төрағасы, председателі. Сол бастаған 15 республикадан мына СССР-дің барлығы келді. Дүниесінің атақтау деген ақын жазушылары келіп, Әбілда Тәжібаев баяндама жасады. Кім жүргізді? Қонаев ақсақалдың өзі. Сол жерде 125 жылдық өтті. 150 жылдығы мен онда халықаралық Жамбыл қорының төрағасы болдым. Бұл енді үлкен дәрежеде өтті. Республика сарайында өтті. Ел президенті баяндама жасады. Ертеңіне Жамбыл ауылында, Көкбастау деген жерде 2000 киіз үй тігіліп үлкен той өткіздік. 2000. Бұған Қырғызстанның президенті, Қазақстанның президенті, Шыңғыс Айтмасов бастаған ақын жазушылар, басқа жақтың бәрі келді. Керемет. Бір жолы Сүйінбай музейі ашылды, ұстазы. Жамбыл мектебі, Жамбыл музейі. Сонан кейін Жамбыл музейіне қосымша көрермен залы ашылды. Бір жолы осы. Ал енді 175 жылдығы кезінде әттең шіркін ана коронавирус індет пайда болды да, былай кең көлемде өтпеді, бірақ осы жолы мен 40 томды шығардым. Жамбылда 40 томы. Енді 180 жылдығынан не күтесіз? Ал енді міне 180 жылдығы келіп, қазір бұл енді ақын ғой бірінші. Соңғы жаңағы мен Жамбыл тану жөнінде 5 том әзірлеп жатырмыз, бастадық. Жамбыл тануға 5 том осы биыл шығарамыз. Ол жаңағы архивтерден жиналған материалдар ма? Сіздің айтқан Жамбылға бүгінгі дәуірдің көзқарасы. Бүгінгі ақын жазушылар, оқымыстылар, ғалымдар, жастар, сол көзқарасы қандай? Жамбыл және бүгінгі дәуір деген тақырыппен жаңағы осы 5 том құрастырып жатырмыз. Осы жыл басталмай жатып, жаңағы ғалымдар, оқымыстылар мақалалар жазып, зерттеулер жазып жатыр. Бұдан басқа жаңағы айттым, зерттеулер жан-жақты, жаңағыдай Қырғыз Қазақстандағы жаңа архивтеріндегі материалдар бір кітап. Содан кейін Исмаилжан Именев деген орысша жазатын жазушы бар. Сол бөлек орыс тілінде кітап жазып жатыр. Басқа да жоспар бойынша үлкен ауқымды жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Рахмет, Нағашыбек аға. Ойланып жатыр дейсіз ғой. Той құтты болсын. Рахмет. Жамбылдың 200 жылдығына жетіңіз. Сол кезде өзіміздің студиямызға тағы да бір сұхбатыңызды, сіздің 100 жасқа келген мерейтойыңызды көрейік. Жамбыл ол жылдар емес, ғасырларды басып өтіп, мәңгі жасай беретін тұлға ғой. Бұл қайталанбайтын тұлға. Біз қазақ деген атымен бірге Жамбыл, Абай, Махамбет, бәрі бұлар өздеріне шаң жұқтырмай, анау сұлу қыздың артынан көз жүреді дейді, атақты адамның артынан сөз жүреді дейді. Ол атақты болғаннан кейін қандай атақты адам болсын, артынан сөз жүреді. Рахмет сізге, Нағашыбек аға. Жамбылдың тұлғасы қай заманда да ол аласармайды, биіктеген үстіне биіктей береді. Ал сіздердей ғалымдардың жазған дүниелері ұрпақтан ұрпаққа аманат болып жетеді. Рахмет сол үшін сізге. Рахмет. Қымбатты көрермен, Жамбыл танушы, жазушы Нағашыбек Қапалбекұлы бүгін бізде қонақта болды. Бағдарламамыз ары қарай жалғасады, арнадан ауыспаңыздар. Қазақтың суырып салма ақындық дәстүрінің көрнекті өкілі Жамбыл Жабаев. Сан қырлы шығармашылық мен терең ойлы шырлармен халық жүрегінен орын алған тұлға. Ол тек бір дәуірдің емес, бірнеше тарихи кезеңнің куәсі болған.
және сол заманның үнін өз өлеңдері арқылы жеткізе білген. Жамбыл есімі тек поэзиямен емес, ел тағдырымен тығыз байланыста қарастырылады. Жыр алыбы Жамбыл жайлы бірнеше қызықты факт ұсынайық. Жамбыл Сүйінбай Аронұлының шәкірті болған. Сүйінбай оның ақындық қабілетін танып, батасын берген алғашқы ұстазы саналады. Ұлы Отан соғысы кезінде Жамбылдың Ленинградтық өренім атты өлеңі кеңінен танылды. Бұл шығарма жауынгерлерге рух беріп, халықтың жүрегінен ерекше орын алды. Оның ұрпақтары да әдебиет пен өнер саласында өз іздерін қалдырған. Жамбылдың әдеби мұрасы ұрпақтан ұрпаққа жетіп келеді. Жамбылдың замандастары оны тірі аңызға теңеген. Ол халықтың жадында үлкен рухани тұлға ретінде қалды. Жамбыл ешқашан жазып шығармашылықпен айналыспаған. Ол жырларын ауызша айтқан. Оның өлеңдерін арнайы хатқа түсіретін адамдар болған. Ақын өмір сүрген кезең қазақ тарихының күрделі беттеріне сәйкес келеді. Жамбыл осы өзгерістерді өз шығармашылығында бейнелей білді. Ол табиғатты ерекше жақсы көрген және туған жердің көркемдігін жиі жырлаған. Бұл оның поэзиясына терең эстетикалық реңк берген. Ақынның мұрасы бүгінде Қазақстанның мәдени қазынасы ретінде сақталуда. Ол қазақтың рухани әлемінің ажырамас бөлігіне айналған. Жамбыл Жабаевтың өмірінен алынған осындай мол мәліметтер оның тұлғасын жан-жақты сипаттай түседі. Ол халықтың шын дауысы, елдің ар намысы ретінде ел есінде қалды. Оның шығармалары мен өмірі ұлттық рух пен сөз өнерінің шынайы үлгісіне айналды. Жамбылдың асыл мұрасы болашақ ұрпаққа үлгі болып қала береді. Камера мотор бастаймыз. Эфирде Кюкино Айдары және мен Ақнұр Бақытқызы. Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл. Осыған орай бүгінгі айдарымызды Жамбыл жаңа дәуір деп аталатын деректі фильмнен бастаймыз. Жандос Құсайыновтың тырнақалды туындысы ақынның өмірі мен оның қазақ даласындағы рөлін баяндайды. Шындығы мен тарихы қатар көрсетілген фильмнің трейлерін бірге тамашалайық. Осының соңы қалай болар екен деп қорқамын. Ол қазақтың қайсы бір қызының ер көзінде дейсің. Бәрінің басы нұқталы. Жәкем, анау тұрған көлік енді сіздің шаруаңызға жегіледі. Мұнау сізге өкімет салып беретін үлкен үйдің жобасы. Бұл газетке шыққан өлеңнің ақысы. Гонорар деген осы. Бұның бәрі не үшін? Мұның бәрі партия үшін. Құлманбетің ақын жақ келер емес. 11 ақынды жеңіп, билеп төстеп отыр. Егер оны жеңсең, атағың айға кетті дей бер. Хотим в Москву отправить, погодить делегацию. Жамбыла Жабаева. А что, если он прямо в Москве выдаст, что ему в голову взбредет? Тогда сам будет виноват. Осы барлығы орасан жоқпын ба? Қаншама жыр, дастан жаттадың, қисса жаттадың. Соның саған бір пайдасы бар ма? Айым, өлеңдер өзгерген бе? Ертең халықтың ақыны болғанда мені керек те қылмассыз. Енді қудалайды. Тіреп тұрғаны болса, тастап жіберсін. Тарихқа көз жүгірсек, көрерменнің жүрегінен ерекше орын алған бұл туынды жайлы айтпасақ болмайды. Атақты режиссер Ақан Сатаев ұсынған «Жау жүрек мың бала». Қазақ баласының ерлігі мен рухын, батырлығы мен қайсарлығын көрсететін бұл фильм көрерменнің жүрегінен ерекше орын алары сөзсіз. Бұл сөзіміз көрерменнің пікірімен қатар келер ме екен? Комментарийге бірге көз жүгіртейік. Нағыз жылайтын қазақтың бұрынғы тарихын бейнелейтін керемет фильм. Фильмді көру барысында көзге жас келді. Қазақ фильмдеріне жететін фильм жоқ деп тамамдар едім. Не деген қазақтың нағыз тарихын бейнелеген.
соңғы жағын жылап отырып көрдім. Бұл киноны қарап ата-бабамыздың біз үшін қиналғанын көріп қатты жылағым келді. Осындай тыныш елде өмір сүріп жатқаныма мыңда бір шүкір. Ата-бабамызға рахмет. Пікірлерге қарасақ көрерменнің көңілінен шыққан тәрізді. Ақан Сатаевтың келесі кино туындысы жайлы не айта аламыз? Томирис 2019 жылы жарық көрген отандық фильм. Картинада опасыздық та, батылдық пен қайсарлық та көрсетіледі. 3 сағаттық фильмнің трейлерін бірге тамашалайық. Мое имя Томирис. Моих близких убили, а я осталась одна. Отец. Да, я из массагетов. Я вождь. Клянусь. Я верну то, что вы мне оставили. Кстати, куда делись те, кто ранил тебя? Ты мне нравишься, храбрый вождь. Какой остается выбор, когда Кир идет на всех нас? Нам нужно объединить все степные племена. Поодиночке никому не выжить. Наши потомки с гордостью будут слагать легенды о нас и нашем подвиге. Давайте же покажем врагам, как сражается вольный народ в степи. Осымен кезекті шығарылым өз мәресіне жетті. Ұсынған фильмдер сіздердің де көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Келесі шығарылымда жүздескенше аман, сау болыңыздар. Құсқанат, биыл ұлы ақынның 180 жылдығы деп жатырмыз ғой. Шынымен де Жамбыл Жабаевтың шығармашылығы қазақ поэзиясында ғана емес, бүкіл мәдениетімізде ерекше орын алады, және оны жас ұрпаққа насихаттау, үлгі етіп көрсету бүгінгі ұрпақтың қасиетті борышы. Жыр алыбы Жамбылдың жырлары батырлыққа, табиғатқа, елге махаббатқа дәріптейді. Мысалы, мына өлең жолдары: Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің. Нева өзені сүйкімді, бұлағымдай көремін дейді. Жалпы біз жырларына тоқталдық, Жамбылдың өлеңдеріне тоқталдық, Жамбылдың өмірін зерттеп жүрген Нағашыбек ағамызбен сұхбаттастық. Енді Жамбылдың фильмі қалай дүниеге келді? Идеясы кімде болды? Сол туралы сөйлессек. Ол туралы сөйлесу үшін келесі қонақтарымызды студиямызға шақырып алайық. Өте қызықты сұхбат болады, қымбатты көрермен. Арнамыздан ауыспаңыздар. Аздаған уақыттан соң студия меймандарымен сіздерді таныстырамыз. Бүгін бізде қонақта Жамбыл фильмінде Жамбыл Жабаевтың рөлін сомдаған Байғали Есенәлиев ағамыз. Және осы Жамбыл фильмнің сценаристі Бақытжан Шормахов ағамыз да бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Рахмет. Енді осы Жамбыл фильм сомдауда ол кісінің мінезін, болмысын, өмір жолын көрсетуде қандай дайындық жұмыстары жүрді? Байғали аға, сізді бұл рөлге қалай таңдалдыңыз? Содан бастайық та. Енді Жамбыл атаның көзін көргендер түгелдей таусылып біткен өмірде жоқ. Тек қана аңызға айналып кеткен кейіпкер сияқты оны кітаптардан, енді мәліметтерді тарихтан қазбаладық қой.
өзі бір сол ауылдың сол жақтың адамдарының мінезі ерекше болады. Өткірлеу, өр мінезді келеді. Оны әртүрлі себеппен түсіндіреді енді. Бірақ енді оған қазбалап жатпайық, бірақ қыстың бір күнінде осы Бақытжан екеуміз жолығып қалып, бір-бірімізден айырылыса алмай қалып, біздің үйге келдік. Сонда отырып, Бақытжан айтты, киелі адам ғой, осы кісінің 170 жылдығы келе жатыр. Бір фильм түсіруді шіркін қолға алсақ жақсы болар еді. Ол үшін сценарий керек, ол үшін режиссер керек, адам дайындалу керек, жайдан жай болмайды ғой деп. Содан айттым, Бақытжан, онда ертең екеуміз жолға шығайық. Бірінші Сүйінбай атаға барайық. Одан Сарыбай Айдосұлының басына барайық. Содан Жамбыл атаның басына барайық деп. Сол ертесіне тура екеуміз келісім бойынша сол үш атаның басына барып, соны тарап кеткенбіз. Ары қарай бір күні мен сценарийді дайындап қойдым, бәке деп тұр. Арада бір аптама аз ғана уақыт өтті. Ой, жолың болсын, мен енді Жамбылға түсем деген ойым болған жоқ. Бақытжан аға, сіз бір аптаның ішінде қалай дайындадыңыз? толық бір фильмнің сценарийін қалай дайындап шықтыңыз? Бұған дейін сіз яғни дайындалып жүргенсіз ғой? Жоқ, бұл ең басында маған жаңағы продюсер Қазақстан телеарнасынан звондап, жаңағы Ильяс Башарович деген ағамыз бар. Ильяс Башаров. Сол кісі звондап, ай Бақытжан, Жамбыл жазаласын ба деді. Жазам дедім. Онда давай іске кіріс деді. Білмеймін қалай болғанын, әйтеуір күні-түні бір аптаның ішінде жазып, одан кейін апарып көрсетейін десем қорқам. Енді масқарам шығарам екен, қалай бұл бірінші бәкеңе көрейінші деп, бәкеңе жіберіп, бәке бір көрші деп сөйтіп едім, бәкең оқып шықты да, ей, мынау керемет жазылған ғой, ана мынау қорықпай смело жаңағы нете бер деп, жаңағы көрсете бер елге деп жаңағы. Сөйтіп телеканалға апарып тапсырдық. Тапсырған кезде жаңағы телеканалдағы редакторлар бар, басшылар бар. Сол Қазақстан телеарнасында. Олар енді өте мұқият қой, әрбір нүктесіне дейін, өтіріне дейін бәрін тексеріп, бәрін талдап. Одан кейін Жамбыл енді кезінде болған кісі ғой, енді мысалы ойдан шығарылған персонаж емес. Миф емес. Болған өмір сүрген осы кеше ғана дүниеден қайтқан аталарымыз, бабаларымыз. Сөйтіп, ана кісілер тексеріп нетті дағы болды, дайын материалға мынаны түсіре берсе болады деп. Сөйтіп, жаңағы әйтеуір Құдайға шүкір, бір аптаның ішінде күні-түні отырып жазып, сөйтіп өткізіп, бір аптадан кейін ғой деймін, мен бір аптадан кейін. Түсірілім басталып кетті. Болды, түсіретін болдыңдар деп. Түсірілетін басталмай, бұлар Жамбылға көптеген актерларды шақырып, кастингтен өткіздіңіз. кастинг жасап жатыр екен. Соны бір күні маған айтады, бәке, сен де көрші деп. Ой, мен қайдым, тамақ мынау салбырап қалған. Қарын кішкене баршылық. Жамбыл ата ол қағылез болған деп, жоқ, көз суреттерін көрдік. Өте денелі, әр адам болған екен ол. Жауға шабатындай тұлғасы болған екен деп. Енді біздің көз алдымызда жаңағы 90 жастағы 90-нан кейінгі Жамбыл қалды, ал оған дейінгі Жамбылды көпшілік біле бермейді ғой. Бізде стереотип қалыптасып кеткен. Жамбыл Жабаев өз кішкентай болған, мынандай сақалы бар, мұртты шал деген сөйтіп. Жаңағы сөйтіп еткен. Бекжан Тұрыстың фамилиясы тұр, Нұржаман Ақтымбаев, Досқан Жолжақсыновтардың фамилиялары тұр. Онан кейін оларға қараймды, солар көбірек келетін деп іштей жасқанам. Соны звондап, телефон соғып жаңа көрсеш дегеннен кейін көрдім. Әнуар Райбаев деген режиссер есімде. Маған әлгі мақсат қойды алдыма. Мына жерде Ильяс, мына жерде Сәкен отырып еді, мына жерде пәленші отырып еді, мына жерде пәленші отырып еді. Ортасында таудай болып өзіңіз отырып, төрт құбылаңыз түгеледі. Әуезов театрының жанындағы бір көгалда томарларды көрсетті де. Ал енді деді, солардың бәрінің орны бос, атылып кеткен хабарын естіп. Көңіренген үй кабинетке келдіңіз. Не істер едіңіз деді. Соны жаңа көз алдыма елестеп, әрқайсысының кеткен сол уақытта өзі ерекше бір рухта жүрек. Жазықсыз кеткен, Сәкен қандай, Ильяс қандай. Сол Жамбыл болып көзімнен жас кетті.
әрқайсысының орнын құшақтап Ілиясқа айтар сөзімді ешқандай сценарийсіз, Сәкенге айтар сөзім өзінің негізі Ағылып бар ғой, келіп жатты ма? Жамбыл атаның өзінің бір киесі бар. Сол мен Жамбыл болдым, енді Жамбылға айналдым деген уақытта тілім шешіліп жүре береді. Оны Бақытжан да талай жерде байқады. Сценарийде мынау жоқ, сен құлпырт жібердің ғой деп. А түсірілім кезінде көп нәрсе Импровизациямен кетті ма? біреу жетелеп отырған сияқты болды. Сөйтіп жаңа жерден кеттік. Әнуар Райбаев Қырымнан өте бір сұқтана қарамайды, сақтана қарайды. Қырымнан енді сәл қарын бар. Содан қорқып лифтіге мінгенде, жан түскенде, жарайды жақсы жігіттер, өтпесе реніш жоқ деп. Түнгі сағат 12-де хабарласып тұр. Бұдан артық Жамбыл таппаймыз енді деп, режиссер добро берді, Бәке давай дайындал деп. Сонымен дайындыққа қалай кірістіңіз? Ануар екеуміздің арамызда, жаңа режиссер постановщик, қоюшы режиссер екеуміздің арамызда тартыс көп болды. Жамбыл қандай болу керек? Не жөнінде? Жаңағы Жамбыл қандай болу керек? Бейнесі бойынша. Ана бұрынғы стереотиптен кетейік. Енді Шәкен аталарымыздың ол көзқарасы басқаша болды. Қазіргі Жамбыл. Одан кейін ана архивтен мен бір не тауып алдым. Ана орден тапқан кезде жаңағы. Сонда Молотов тұр, Калинин тұр жаңағы. Жәкен қасына келген кезде ана Калинин иығынан келеді. Значит, ол жаңағы ол кішкентай ғана не емес қой, ол кәдімгідей біздің аталарымыз айтып отыратын. Жәкен келген кезде дейді жаңағы ана атқа мінген кезде дейді ана көк биенің белі қайысатын деп жаңағы ірі кісі болады деп. Үйге бүйтіп еңкейіп кіретін деп жаңағы. Ана Шәкен атамыз жаңағы өзі кішкентай бір не жамашалып қойды ғой деп жаңағы. Соған кішкене намыстанғандай болып сөйтетін. Одан кейін ана Ильяс Башаровичқа продюсерге көрсеттік. Аға қараңызшы міне. Мынау Калинин жоқ дегенде бірде 70 бойы. Оның өзі Жәкеңнің жаңағы иығынан әрең жетіп тұр жаңағы. Бірде 80 болып тұр ғой. 180 шамасы. Бәкең әдемі келіп тұр ғой деп жаңағы. Тұлғалы батыр жаңағы қалыптасқан өзінің ақын болу үшін жүрек керек ең бірінші. Қай жерлерде, қай деректерде Жамбыл ақынды бірде 60, бірде 70 деп суреттеген? Ешкім өлшемеген. Ешкім өлшемеген. Бірақ көп жерлерде өзі аласа бойлы деп келтіреді. Иә, солай дейді. Мысалы, біз Ахмет Байтұрсынұлының бойының қанша болғанын білмейміз. Ол кісі уақытында өте көрсе түскен ірі болған адам. Бірде 90-ның үстінде болған кісі. Ақаның өзі. Білмеймін, ол уақыттардағы рух сондай ма, Жәкең енді ірі адам болған. Байғали аға, сіз енді рух туралы айттыңыз ғой. Жамбыл Жабаев Сталиндің патшаның үйіне барып, жиналысында намаз оққан жандардың бірі әрі бірегейі. Ол үшін өр мінез, рух керек. Сол мінезді, рухты бейнелеу үшін қандай да бір дайындық жүргіздіңіз ба? Әлде өзіңіз айтқандай жаңағы бір киесі, қасиеті тұла бойыңызға дарып отырды ма? Жоқ, міндетті түрде жұмыс жүргізесің ғой. Сол көзің көрді-ау деген, жанында болды-ау деген адамдардың ұрпақтарымен көбірек сөйлестім. Солардың бойында сақталған. Әлі күнге дейін. Кімдермен сөйлестіңіз аға? Мысалы, Жамбылдың өзінің ұрпақтарымен көбісімен сөйлестім. Салтанаттан бастап, Салтанаттың әкесімен сөйтіп, мына жаңа Нағашыбек ағамен көп сөйлестім. Жамбыл атаның көзін көрмесе де, сол елде жаңағы көп көкірегіне Жәкең туралы естеліктер жинаған адамдарды іздеп барып сөйлестік. Бақытжанды ертіп алып жаныма сол уақытта. Және ең қызығы, мен жұмыс істеп жатқан мына Қазақстан авторлар қоғамында 600 мың теңге гонорар жиналып қапты Жамбылға. Мынаны кімге береміз десем, басшым айтады, ұрпағы жоқ ол кісінің, мұрагері жоқ деп. Қалай ұрпағы жоқ? 30-дан аса мұрагері мына Ұзынағашта ғана отыр ғой. Содан жазушылардың шақырып алып, авторлық кеңес өткізіп жібердім де, мұрагер іздеп жатпай, ортасына апарып береміз, 170 жылдыққа тартуымыз болсын дегізіп, шешім шығардып, 600 мың теңгені орталарына апардым да, Құдай бересіздер ме, не қыласыздар? Мұны деп алдына қойдық. Сөйтсек, сол жылы Жәкеңнің өмірден озғанына 70 жыл толып, енді гонорар төлеу тоқталады екен. Сонда 70 жыл бойы
Жәкеңнің гонорары қолды болып келген ғой. Ең соңғы гонорарын апарып мен тапсырдым. Іздемеген ешкім. Ұрпағы, мұрагері жоқ деп кете берген. Ең соңғы 600 мың теңгесін мен апарып бердім. Енді Байғали аға, сіз көптеген тұлғаларды сомдадыңыз. Жаңа өзіңіз айтқан Ахмет Байтұрсынұлының басты рөлінде ойнадыңыз. Жамбыл Жабаевты сомдадыңыз. Сізге қайсысы қиын? Өзіңіздің замандастарыңыз сомдау ма, әлде тұлғаны ашу ма? Мына халықтың санасында аңыз айналып кеткен адамдарды шындыққа айналдыру өте қиын. Аңыздан алып жерге түсіріп өзімізде адам болған, бірақ сондай адам болуға болатынына біз замандастарымызды үндеуіміз керек. Киноның мақсаты сол. Сендіру дейсіз ғой. Мысалы, Жәкең сондай екен деп жаңағы кейіпкерді алып, ертегі құсатып ойнасаң, онда кім сенеді? Әрине. Керісінше, олды жылай алатын біз сияқты, күйіне алатын, біз сияқты сүйсіне алатын, олды жынданып ашулана алатын, тура солай сценарийдің маған ұнаған жері сол болды. Пендешілігі бар екен. Адам болғаннан кейін ода мінезі бар. Өзінің жаңағы бір қойған мақсаты бар, жаңағы әрбір жаңағы айтып отырмын ғой. Кешегі өткен мұқағалилар қандай зор жігіттер еді. Мысалы, шындықты айтудың өзіне жүрек керек. Қорқақ адамнан не шығады? Ол шындықты айта алмайды, қорқып сөйтіп жүреді, бұғып тығып, әйтеп бүйтіп сөйтіп жүреді. Ал шындықты айту үшін жүрек керек, түкті жүрек болу керек. Жаңағы Бәкеңнің ең алғашқы кезінде жаңағы маған бізге Ануар екеумізге қатты ұнағаны кастинг кезіндегі сенімділік көзінде сенімділік болды да, Жамбылға деген сенімділік. Енді Жамбыл Жабаевты ше, Бақытжан аға, бір фильмға сыйдыру. Енді мүмкін емес, сыйдыру мүмкін емес. Сыйдыру мүмкін емес. Бірақ сіз осы фильмде өзі Жамбыл Жабаевтың қайғырыларын көрсетуге тырыстыңыз. Максималды тұрғыда. Бұл жерде жаңағы көбінесе 36 жылы Москваға кетіп бартқан кезде пойызға мінеді, темір тұлпарға мініп, алғаш пойызға мініп, ол кісілер жол жүріп батқан кезде бүкіл өмірін еске алып бастайды жаңағы. Бала кезден бастап, туғаннан бастап жаңағы осы кешегі күнге дейін деп жаңағы. Сол арқылы жаңағы линиямыздың бәрін, сюжеттің бәрін сол арқылы тізбеледім. Ана сөздің өзінде, мысалы, балалық шағын әкесімен бірге бірінші ақындықтың қонуын, Сүйінбайдың алдына барып, алғашқы соның мектебінен өтуін, ана баласы соғыста қайтыс болатын Алғадайға айтып жатқан сыр ретінде, оның барлығы шегініспен көрініс арқылы түсіріліп отыр. Ал енді Күләш, Сәкен, жаңағы кім, Темірбек Жүргенов, Мұхтар Әуезовтер келген уақытта Күләштің сыңғырлаған үніне қарап отырып, өзінің сүйген бұрымын еске түсіріп, қайран бұрым, қолым жете алмай қалды саған деп жаңа күрсініп кеткен уақытта бұрымнан ажырап қалған сәттерін ойлап, терезеге қарап көзінен жас тамып кеткенде, Күләш неге жылап отырсың Жамбыл ата деген уақытта. Жай, соңғы уақытта қайырлықтен ба, көзім осылай бұлдырап кете береді. Ал өзіңіз ойлап тапқан бір эпизодтар болды ма? Енді ойлап тапқан эпизодтар, мысалы жаңағы Жамбыл 38 жылы Сәкендер бәрі атылып кеткен кезде, бұл кісі жазушылар одағына келеді. Сөйтеді, жаңағы атын атамай қойын, бір ағаларымыз отырады. Мен алғаш осы жазушылар одағына келген кезде, ана жерде Сәкен отырушы еді, мына жерде Ильяс отырушы еді, мына жерде Темірбек отырушы еді. Қайда? Түбіне жеттің ба қара дүлей деп жаңағы қамшымен сабайды. Анау қашып алып жоғалады. Бәкеңе аяма дедім. Бәке аяма дедім жаңағы. Ана шынайы болсын. Енді қайнап кетті ғой. Анау жақтан Кенен Назарбаев. Жоқ. Мағып жігіттер келмей қалды. Ашейінде кеп тұрушы еді ғой. Не сәлемі жоқ, не хабар жоқ, не ошар жоқ, не болып қалды деп. Осылай бәрін нетіп кетті деп. Бұл сол күні атқа мінеттегі Алматыға келеді жазушылар одағына. Сәкендер өз-өзімен рас па өтірік пе деп. Мысалы, сол жерде кейбір жерлерін қосып жүрген кезіміз болды. Ана съемка кезінде түн. Жәкеңе түс көреді дағы, шошып оянады. Шетінен атып жатады. Енді анадан келгеннен кейін атпа деп жаңағы түсінен шошып оянатын жер бар. Сосын барып кеудеңе таққан жалтырақ сылдырмаққа мәз болып жүре беріпсің ау сорлы
деп өзін өзі айтады. Шетінен боздақтарың атылып жатқан уақытта мына қу медиен далада не бетіңмен отырсың деп. Сосын ана жерде Сталиннің, Лениннің медаль, ордендер тағылған костюміне қарап қамшын ала салып ашуын содан алады. Бұл енді көркемдік элемент қосылған. Алдандым ғой саған, сақал деп қамшымен қара мұртты, албасты деп жаңа сайтан деп ана тура сол съемка жүріп жатқан уақытта Жамбылдың өзінің жатқан төсегінде түсіріп отырмыз музейде. Сол жерде Алаштың ардақтыларының бәрінің суретін жинап, ана жерде тұрған сүйікті Сәкеннің, Ілиястардың ана шкафқа салып қойған екен. Бұлай тестелеп, үлкен қылып съемка жүріп жатқан уақытта салдыр гүлдір өте қалды да шкаф ашылып кетті. Ананың барлығы алдыма жайылып түсті. Өзінен өзі аяғы ашылды да жүріп жатыр. Режиссер де түсінбей қалды. Мен бісмілла дедім. Екінші күні енді Алғадайдың өлгенін түсіретін болдық. Музейден күніге бере бермейді. Дина Айгүл Үлкенбаева. Ол енді актриса емес қой, бірақ дегенмен айтарға сөзім жоқ жаке. Мұндайда мен үшін домбырам сөйлесін деп жұбату күйін шертіп кететін. Таңертең мен енді қалжыңдап Айгүлге айтқам, Айгүл дәрет алдың ба деп. Алу керек пе міндетті түрде. Қазір сен Дина боласың, мен Жамбыл болам. Но Жакенің басына барып, рұқсат сұрайық. Бір сәтке көмектесіңіздер деп. Сонымен жаңағы жуынып шайынып келіп, екеуміз барып отырып, жаңағы басына отырып Құран оқыдық. Өзі де әр уақытта қыз ғой. Сәлден кейін сырланып тұрып, басқаша кейіп кене бастады Дина. Сон төсек, ал төсекке жатыңыз деп, Жакенің төсегіне жатқан уақыттан бастап, мен де бірдеңе басталды. Кеудем өксікке толып, көзімнен жас кете береді. Сонда кейін Алғадайдың күліп тұрған сәттері көз алдын елестеп жатады, ана күй шертіліп жатады. Мына жақтан мен ағыл-тегіл жылап жатам да ең соңын айтатын бар ғой. Дәптер қалам, сиясауыт қаламсыз, ой тербеген домбыра, дәптер қалам қағазсыз, сыр тербеген домбыра деп келіп, айналайын дейін, ай, орның бөлек қой сенің дейтін жері бар еді. Соның барлығында көз жас толып кеткен брат. Көз ғана жас болса мейлі ғой, мына жақтың бәрі өзек толып қалған. Жаңа түсірілім біткеннен кейін Айгүл сұрайды ғой. Бұл образ ба, әлде шынай сіздің бейнеңіз ба деп па? Әр кинода үстесің ба дейді. Үстем енді. Рөлге айналу керек, сол болу керек. Қорсын, өліп қаласың. Мен айтам да, сен де әр күймен бірге қозасың, шабытыңмен шарықтау шыңына шығасың. Әр өнердің несі солай ғой. Кезінде жаңада айтып жатырмыз ғой, Нағашбек ағамыз айтып жатыр, кеңес үкіметінің сойылын соққан, сол дәуірді жырлаған, сарай ақыны деген секілді көптеген сындар айтылады Жамбыл ақынға. Мына фильм сол сындарға жауап бере алды ма? Жалпы өзінің миссиясын орындай алды ма? Мен сіздерге бір қызық айтайын. Мына кешегі Шал киносына түскен Ерболат Қасымович Тоғызақов деген актер, сол актердің әкесі Қасым Тоғызақов Жамбыл Жабаевтың личный писарі болған, қазақша жазып отыратын. Ана кейін басқа адамдар келді, ол кісі 38 жылы сол Жамбылдың аузынан Қыз жібек либреттосын жазып алған. Сөйтіп, 38 жылы ұлт жол, пантүркез, анау, мынау деді, 38 жылы бұны Сібірге 20 жылға айдап жібереді. Мына жаңағы Шал Ерболат Қасымович, сол Сібірде жүріп туған, дүниеге келген жаңағы. Ерболат Қасымович айтады ғой, Құдай-ай, сонда әкемнің не жазығы бар еді деп өзім кейде таңғаламын дейді жаңағы. Либретто, ол аңыз, әңгіме, Жамбылдың аузынан жазып алды. Оның ешбір кінәсі жоқ. Нотасын шығарып, жазып, айтып бітіп, сөзін бәрін жазып алды. Сөйткен. Мысалы, Жамбылдың өзі талай сол кісінің аузынан енді көп нәрсе жазылмай қалды.
именно қазақша жазатындар. Иә. Кейін ана орыстар келді, басқа суырып салма халық арасындағы ауызша әдебиет жазылмай қалды. Сондай әңгімелер, дастандар, аңыздар, өлеңдері, мысалы аударманың өзі, мысалы Жәкең бір айтса, аударған кезде мағынасы басқа жаққа кетіп қалады. Мысалы, көп нәрсені түсінбейді ғой, мысалы, басқа ұлттың адамдар. Тура таза қазақ керек. Түбін түсіну үшін, жаңағы сөз түбін түсіну үшін, мәнін, мағынасын жаңағы аударған кезде, жазған кезде, сол әрпіне дейін бәрін сәйкес келтіретіндей жаңағы. Қайтыс болар кезінде, өмірден озар кезінің өзінде, ұрпағының біразының айтқаны, 18 дастанды жатқа білді дейді. 18 дастанды жатқа білді дейді. Ал күш қуаты бойында толысып тұрған уақытта қанша дастанды білген ол. Ал енді Жамбылды бізге жексұрын көрсету үшін жұмыс жасалды. Елім деп 20 жыл айдауды болып, 5 рет түрменің азабын көрседе, сол түрмеде жатып, ұрпағым үшін деп әліпби, бүкіл өмірінің қазағына арнап, барын беріп, ең соңында халық үшін жанын берген Ахметтерге де жексұрын қаратты ғой бізге. Біз алдымыздағы өткеннің бәріне жаман көзбен қарайтұғын бір мәңгүрт ұрпақ дүниеге келу керек еді. Құдай содан сақтап қалды. Бірақ дегенмен де біраз жерге барып қалған екенбіз. Біз Жамбылдың кім екенін түсінбей тұрып, Жамбылға сын айтатын болдық. Абайдың кім екенін түсінбей тұрып, Абайды сынай салатын болдық. Кие деген нәрсе бар. Біз өзіміздің жаманымызды жасырып, жақсымызды асырып үйренуіміз керек. Өзімізге өзіміз табынып, өзімізді өзіміз бағаламасақ, бізді ешкім бағаламайды. Грузияда болдым 2018 жылы. Тбилисиде келе жатып, жаңа таксисттен сұрайым, Саакашвили қандай адам еді деп кетіп қалған кезі ғой. Ой, он же мужик деп бастайды ғой жаңағы. Бүкіл жақсы қылықтарын айтып, шеттен келген адамға еш уақытта өздерін өздері жамандамайды. Мүмкін өз арасында болар. Мен бір таңғалып қайтқан қасиет сол бізде жоқ. Осыған кейде күйінем. Тағы қайтылған ашу керек. Қайтылғаны ашайын деп жатырсыз. Болмаса 180 жылдыққа бір сый дайындап жатқан шығарсыз. Енді қазір Құдайға шүкір, енді биылға ақ жауын деп бір сценарий өткізіп отырмын Қазақфильм киностудиясына. Енді бірінші турдан өткен сияқтымын. Енді Құдай амандығын берсе, енді ары қарай көре жатармыз. Енді Есенберлин, Ильяс Есенберлинді енді ол кісіні айтпаса тағы болмайды. Өткенде бәкеңе айтып, ана қонайып жақсы шығып еді. Жота ертең екеуміз таяқ жейміз ау әбден. Сценарий дайын тұр. Сценарий жақсы шықты жаңағы. Енді көреміз енді. Бұл енді болашақта болатын нәрсе ғой енді мысалы. Енді қазір Есенберлинді қолға алып отырмыз. Сол Құдай амандығын берсе, мына енді кішкене қазір мына осы 2 жыл өзі бір киностудияның ішінде бір аласапыран болып кетті өзі. Түсініксіз болып кетті. Бір ана қойшысыз қалған бір атар қой сияқты болып қалдық та, жан-жаққа маңырап, не істерімізді білмей, кімге барамызды айтарымызды білмей, сөйтіп қалдық бәріміз. Кішкене бір тоқтау болып қалды, тұрып қалды. Сол телевидение болсын, не болсын, кішкене енді бізді жігіттер бака аттың басын тарта тұрыңдар. Жастарға ашатын тұлғаларыңыз көп болсын. Рахмет. Енді сіздің ойнамай қалған рөліңіз қалмасын, арманыңыз орындала берсін. Енді Жыралбы Жамбылдың 180 жылдық мерейтойы, торқалы той екеулеріңізге де құтты болсын деп айтамыз. Рахмет. Шақырғандар. Рахмет. Аман болыңыздар. Қымбатты көрермен, Жамбыл фильмде Жамбылдың басты рөлін сомдаған белгілі актер Байғали Есенәлиев және Жамбыл фильмнің сценаристі Бақытжан Шормахов бүгін бізде қонақта болды. Арнамыздан ауыспаңыздар. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз.
Абыз Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл. Бүгінгі күннің жастары ақынды қаншалықты жақсы таниды екен. Оның жауһар жырлары аға буын өкілдерінің есінде ме екен? Олай болса, бірге сұрап, бірге білейік. Картинадағы суреттегі адамды танисыз ба? Танимын. Бұл кім? Жамбыл Жабаев. Жамбыл Жабаевтың қандай өлеңдерін, шығармаларын білесіз? Білмейді екен. Не, ақын емес па? Иә. Сырым Жамбыл ата. Жамбыл Жабаевтың қандай өлеңдерін, жыр дастандарын білесіз жалпы? Білмеймін, ұмытып қалдым мен. Бірақ Жамбыл атаны білеміз, мектепте оқитынбыз. Суреттегі адамды танисыз ба? Жамбыл Жабаев па? Иә, Жамбыл Жабаев атамыз ғой. Жамбыл Жабаев жайлы не білесіз? Туған жыл несін ұмытып қалдым, бірақ жыршы, әнші, күйші, қазақтың бір туар несі ғой, азаматы деп айтады ғой, қазақ тілімен, сондай ғой. Жамбыл Жабаев. Қандай өлеңдерін, жыр дастандарын білесіз бәлкім? Ондай есімде жоқ ештеңесін, бірақ оқығанын білемін, бірақ. Жамбыл Жабаев па? Жамбыл Жабаев. Жалпы Жамбыл Жабаев жайлы не айта аласыз? Жамбыл Жабаев кім? 1845 жылы туылды, 1945 жылы қайтыс болды. Оның өлеңдерін оқығанбыз, Ленинградтық өлеңдер соғыс кезіндегі. Бір-екі шумағын айтып бере аласыз ба? Бәлкім есіңізде сақталса. Ұмытып қалдық қой. 40 жыл болып мектеп бітіргелі. Ленинградтық өрендерім деп басталады. Жамбыл Жабаев. Жамбыл Жабаев жайлы не айта аласыздар? Енді осы Алланың берген несі оған, Алла берген оған. Ешкім ол оқымаған да, композиторлық оқымаған, музыкалық оқымаған, Алла берген кісі. Туа біткен талант дейді ма қазір? Алла берген ол. Өте не адам болған. Жақсы адам? Иә, жақсы, білеміз. Тәрбиелік мәні зор, күшті адам. Кәдімгі осындай болсақ бәріміз. Биыл Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл мерейтойы толып отыр. Осыған орай қандай бір жыр дастандарын болмаса өлеңдерін білесіздер? Енді мен орысша оқығанмын. Миымызда қамаған ғой, енді біз өзіміз қазіргі ұмытып қаламыз. Енді көп қой, кезінде оқығанбыз, мектепте де оқығанбыз. Әсіресе меніңше бұның жаңа бүкіл сайызға белгілі нәрсесінің біреуі кешегі Ленинградтық мен жаңа ерендерім деген. Енді ол бір керемет, қанша адамның көңілін көтеріп, қанша елдің рухын көтеріп, сөйтіп неған өте бір керемет, мен өзім білетін. Біз орысшасын оқығанбыз енді, өте керемет болған енді. Ол ақын Жамбыл Жабаев 1846 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Алматы облысында музейі бар. Әйгілі, белгілі тұлғамыз біздің. Мен нақты айта алмаймын кім екен, бірақ Төле биге ұқсап тұрмын. Және де ақын күйшіге ұқсап тұрмын. Ленинградтық өренім, мақтанышым, сен едің. Нева өзенін сүйкімді бұлағымдай көремін. Бұл Жамбыл Жабаевтың Ленинградтық өренім өлеңі. Бұл рух пен күштің жыры. Бүгінгі ашық микрофон айдарымызда байқағанымыздай, халықтың жадында ақынның жырлары жақсы сақталған екен. Олай болса, ақынның жырлары мәңгі жасай берсін. Құрметті көрермен, бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жақындап қалды. Айнұр, енді қонақтарымызбен сұхбаттастық, өзің түйген бір түйінді ойларыңмен бөліссең дейсің ғой, бірінші қонағымыз, Босқанат Сүйінбай атындағы музейдің директоры Гүлзат ханым. Ол кісінің маған жаңағы Жамбылдың жырларын жатқа оқыған, және оны ұрпақтарына да насихаттап, жаңа айтып отыр ғой, көптеген Жамбыл жырларды оқуларынан жүлделі орындар алып жүр деп. Қандай өзінің өмірмен өнеге болып отыр. Ал Нағашыбек ағамызды айтсаңшы. Нағашыбек ағамыз, ол кісі Жамбылдың 13 жасынан 2 жыл аралығында бүкіл Қазақстанды, тіпті Ташкентке дейін жерлердің барлығын аралап, жыр дастандарды көкейіне, памятіне, еске сақтау қабілетіне, жадына сақтап келген. Енді менің ойымша қазіргі компьютерлердің өзі көп көтере бермейтін шығар ондай деңгейдегі ақпараттардың барлығын. Енді өзің ойлайсыз, 97 жасында 18, қайтыс болар 99 жасында біздің ағаларымыз айтып отыр, 18 жыр дастанды жатқа білген дейді. Ал жас кезіндегі жады қандай болды? Сондай, өте қызықты. Жалпы Жамбылдың өмірін зерттеу, оның шығармашылығына терең бойлау
әрбір адамды бір ерекше әлемге алып баратын сияқты. Мысалы, үшінші қонақтарымыз, жаңағы кино түсірген сценарист ағамыз бен Байғали ағамыздың өнегелі әңгімелері қандай тамаша. Кадр сыртында айтқан сөзін өзіңде естідің ғой. Жаңағы Байғали ағамыз 2 сағат гримде Жамбылдың жаңағы ол 8 сағаттан кейін сол сақал негізі аллергия алып келеді екен. Бірақ оны шешпей 24 сағат бойы қызмет етеді. Бұл енді жанкештілік, өнерге деген махаббат, ұлы тұлғаға деген құрмет деп білеміз. Ұрпаққа рухани қазына қалдырған ұлы ақынды есте сақтай отырып, әдебиетімізді бағалай білейік. Қымбатты көрермен, Қонаев медиа арнасы қосылы болсын. Біз әрбір эфирімізде маңызды тақырыптарды сіздермен бірге талқылауға қашанда әзірміз. Ал бүгін сіздермен бірге болған Қосқанат көп жастар және Айнұр Мәулен. Келесі эфирде кездескенше аман, сау болыңыздар.